Баршаңызға сәлем, вареники дайындаймыз. Қамырымызды илеп аламыз. Қамырға керекті қосатын заттарды видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қатты емес, орташа жұмсақтықтағы қамыр шығуы керек. Және де 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған соң ұн себе отырып осылай дөңгелетіп жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осылай дөңгелетіп кесіп шығамыз. Арасындағы артық қамырларымызды алып, біріктіріп, қайта қолдануға болады. Қамырымыздың арасына салатын салмасын мен алдын ала дайындап алдым. Картошкамызды суға қайнатып алып, және де пиязымызды кішкентай майға қызарғанша қуырып аламыз. Және де екеуін тұзын, бұрышын келтіріп, сары май салып езгілейміз. Және де шамамен жарты ас қасық осылай салып, қатты толтырып жіберуге болмайды. Сырттан шығып кетуі мүмкін, немесе қамырларың жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене ғана осылай қасықтың жартысымен салып, қолымызбен осылай әдемілеп жабыстырып, осылай қойсаңыздар да болады. Немесе осылай өрнектеп, әдемілеп түйіп шықсаңыздар да болады. Және де қалған қамырларымызға да салмасын салып, осылай әдемілеп түйіп шығамыз. Біздің вареникиларымыз дайын болды. Енді осыны буда пісіретін боламыз. Табамызды майлап, және де араларын алшақ қойып, өйткені пісетін кезде көтеріліп, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Пісіріп аламыз. Қатты отта 15-20 минут шамасында піседі. Мінекей вареникиларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.